Қайырлы күн, құрметті ұстаздар және оқушылар. Мен номер 267 орта мектептің 10-шы сынып оқушысы Алмасқызы Гүлсара. Менің жобамның тақырыбы 100 жаңа есімнің тәжірибесі мен тағылымы. Жобамның мақсатына келетін болсам, тәуелсіздік жылдарында табысқа жеткен тұлғалардың үлгісі арқылы қазіргі жастардың бойында бәсекеге қабілеттілік пен патриотизмді қалыптастыру. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясындағы Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасы тәуелсіздік жылдарында елдің дамуына үлес қосқан нақты адамдарды таныту мақсатында құрылған бірегей жоба. Бұл жоба әртүрлі саладағы білім, ғылым, спорт, мәдениет, әлеуметтік кәсіпкерлікті және жетістікке жеткен жандардың тағдырын зерттеуге мүмкіндік береді. Жетістік формуласының құрылымы. Жетістік бұл кездейсоқтық емес, белгілі бір компоненттердің жүйелі жиынтығы. 100 жаңа есім жеңімпаздарының тәжірибесін талдай келе жетістіктің келесі формуласын ұсынуға болады. Тек мақсат, еңбек, қоғамдық пайдамен біз жетістікке жете аламыз. Ахат Рақышев, Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданы, Көктал ауылының мұғалімі. Оның жетістігі өз ауылында өзен арқылы көпір салуды ұйымдастырған. Оның басты қозғаушы күші ол қоғамдық пайда болған. Ахат Рақышевтың мақсаты ауылдың қауіпсіздік мәселесін шешу болды. Және де қызықты детальға келетін болсақ, әу баста бұл іс арқылы әлеуметтік желіні шулатып танымал боламыз деп ойлаған жоқпыз. Жай ғана ауылдың бір мұқтаждығын өтеу керек болды. Смат Абдрахманова, Қызылорда облысынан шыққан психолог, аудармашы, педагог. Оның жетістігі мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған дамытушы мультфильмдер түсірген, ЮНИСЕФ жобасын үйлестірген. Және де оның қоғамға пайдасы инклюзивті білім берді. Сәлимхан Сәбитов, Солтүстік Қазақстан облысынан шыққан мүмкіндігі шектеулі азамат. Оның жетістігі мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған автоәліппенің негізін қалаған. Ол өзгеруге дайындығы, өз жағдайын қабылдап, оны басқаларға көмек құралына айналдырды. 100 жаңа есім жобасының арқасында жеткен жетістіктерге келетін болсақ, біріншіден жаңа батырлар бейнесі. Эстрадада жұлдыздар ғана емес, қарапайым еңбек адамның мәртебесі артады. Екіншіден мотивация, яғни мыңдаған жастар өз ісін бастауға, ғылымға келуге шабыт алады. Үшіншіден әлеуметтік лифт, дарынды тұлғалардың мемлекеттік деңгейде танылуына жол ашылады. Ал енді қорытындылай келе, 100 жаңа есім бұл жай ғана тізім емес, бұл заманауи Қазақстанның келбеті. Түйіндей келе, нағыз табыс атақ даңқта емес, адал еңбекпен елге тиген пайдада. Сенің есіміңде келесі тізімде болуы мүмкін. Назарларыңызға рахмет.